Құрметті қазылар алқасы, ұстаздар және жас зерттеушілер. Менің аты-жөнім Мұқатай Карима. Бүгін мен сіздерге бүкіл адамзаттың тағдырына аса өзекті әсер ететін тақырыпты таныстыратын боламын. Менің ғылыми зерттеу жұмысымның тақырыбы Антарктида мұздарының жаппай еруі және оның салдары. Жылжа эффектінің күшеюі ол Антарктида мұздарын ерітіп, мұхит деңгейін көтеруде, экожүйелер бұзылып, климат тұрақсыздануда. Менің ғылыми зерттеу жұмысымның басты мақсаты ол жылжа эффектінің күшеюі нәтижесінде Антарктида мұздарының еру себептерін анықтау және оның жер климатына, әлемдік мұхит деңгейіне және тіршілік иелеріне тигізетін әсерін зерттеу. Және сіз білесіз бе, Антарктида мұздары неге еріп жатыр? Міне, бұл Антарктида мұздары ол жай ғана бір еріп жатқан бір салғырт қарайтын құбылыс емес, бұл аса маңызды бір жаһандық проблема болып тұр. Міне, Антарктида мұздарының еруіне басты ірі факторлар мына факторлар болып табылады. Біріншісі парниктік газдардың көбеюі, екіншісі жаһандық жылыну, үшіншісі озон қабатының жұқаруы, төртіншісі ауа ағындарының өзгеруі, бесіншісі адам әрекеті және алтыншысы көмірқышқыл газының көбеюі болып табылады. Және өте бір қызықты дерек бар. Антарктида мұздары 1992 жылдан бастап 2020 жылға дейін 252 миллиард тонна мұз жоғалтқан. Бұл өте бір таңғаларлықтай жағдай. Өзіңізде бір ой болып тұрған шығар әрине. Бұл Антарктида мұздары қалай еріп жатыр, бұл қатып тұрған мұздар қалай еріп жатыр деп қазір мен сіздерге оны талқылайтын боламын. Келесі, және мен өзімнің жұмысымды одан әрі дамытып, өзім көргім келгенде мен өзім сауалнама жүргізген болатынмын. Ол сауалнамамда мен екі форматта жүргіздім. Бірі онлайн форматта болса, екіншісі офлайн форматта болды. Оның бірі онлайн форматта болса, екіншісі офлайн форматта болады. Яғни ол онлайн форматта мен бірінші жетекшімен бірге ақылдасып, сұрақтарын талдап, оны Google Диск арқылы сауалнаманы онлайн түрде жасап, оны достарыма, сыныптастарыма және құрбыларыма жіберіп, олардың ойларын сұраған болатынмын. Ал оны офлайн алған кезде мен өзім тұратын үйлердегі адамдардан өзім олардың ойларын сұрап, мен өздерінің сондай көргенде мен өздерінің ойларын сұрап, оны камераға фотоларға түсіріп алған болатынмын. Және тәжірибе осы сауалнама нәтижесі бойынша 50% адам ол жылжа эффектісін біледі. 38,2% адам тек естіген, ал 11,8% адам тек жалпы білмейді. Жалпы Антарктида мұздары десе, онда теңіз деңгейі көтеріледі деп 62,3 адам жауап берген болатын. Экобелсенділер ол кезде 43% құраса, жалпы Антарктида мұздары ерсе, онда аға және тағы басқа жануарларға кері әсер етеді деп 93,7% адам дұрыс жауап берген болатын. Келесі, бұл менде зерттеу бөлімі. Бұл жерде мен температураның маңыздылығын анықтаған болатынмын. Яғни бұл жерде мен екі банканы қолданып, екеуіне бірдей суларды қойдым. Үлгілерін жаздым, бірінші үлгіге оған суық суды қойдым, ал екінші үлгіге мен оның жылы суды қойып, екеуіне бірдей мұз кесектерін салып, оларды өлшеген болатынмын. Сондағысы бұл осы тәжірибе нәтижесінде температура небәрі 1-2 градус болғанын көтеріліп жоғалтқанның өзінде, онда Антарктида мұздарын жаппай еріп жатқанын көреміз. Сонда осы зерттеу бөліміндегі қорытынды бойынша осы бір климаттың өзгеруінің өзі әртүрлі өзгерістердің бастамасы болып табылады. Келесі моментте екінші ол парниктік эффект туралы. Яғни бұл жерде мен екі банкада біреуіне топырақ ал, екіншісіне топырақ типтес құмды қолданған болатынмын. Бірінші үлгіге онда шыныдан жасалған қақпақты жауып, екіншісіне жаппай олардың термометр арқылы олардың өлшемдерін өлшедім. Сонда осы тәжірибені нәтижелесек, онда бұл жерде жалпы парниктік эффекттің мәнін толық түсіндік, және де бұл жерде жалпы қақпағы жабылып тұрған банка ол жерде жылжа эффектісін қатты өзін күшейтіп температурасы жоғарылаған болатын. Ал ашық тұрған бетте орта олардың жалпы өзі ашық тұрғандықтан да температурасы төмен болды. Келесі, бұл менің өзіңіз көріп тұрғандай, менің өзім жетекшіммен бірге саралап жасаған макетін болып табылады. Бұл жерде Антарктида мұздарының еруі болып табылады. Бұл жерде сізді сұрақ болып тұрған шығар, неге бұл жанартау деп бір қызығушылық сұрақ болып тұрған шығар. Бірақ бұны мен жылжа эффекті арқылы жылжа эффект деп түсінген болатынмын. Яғни осы жылжа эффектісін ташылып жатқан жалпы вулкандар барлығы осы жылжа эффект деп алып, осы Антарктидаға түсіп тұрғандықтан, осы Антарктидадағы вулкандар суға түсіп, олардың мұздары еріп, жалпы су деңгейі көтеріліп жатқаны белгілі. Оны жасағымызда әртүрлі тыңайтқыштарды, акрилді бояуларды қолдандық. Бірінші ыдысқа құйып алдық, оны қатырып алдық. Шын айтсам 2 күнде уақыт кетті.
бұл жерде ол тыңайтқыш, эпоксидті тыңайтқыш деп аталады. Смола. Жақсы. Бұл жұмыспен қаншалықты қолданасыз? Бұл жұмысты мен 2020 жылдан бастаған болатынмын. Жетекшіме өзімнің тарапымнан бір сұрақ болды, яғни осы Антарктидамен жалпы өзім енді Антарктидаға бара алмаймын ғой, сондықтан әртүрлі интернет желілерде қарап жатырмын, ерекені деп, сол өзіме қызықтырғандықтан мен жетекшіні ұсынып көрдім. Жетекшім оны қабылдап, жарайды деп зерттеп көріп, осылай қорытындыларын шығарған болатынбыз. Ұсыныс жасайсыз. Иә. Осы ұсынысқа бар ма? Жас қоғасы ғой, ғаламдық жылынуды бәсеңдету бойынша ұсыныстар ұсынуды. Бұл ғаламдық жылуды бәсеңдету бойынша, мысалы мен өзім осы Антарктида мұздарын үйренуге бір пайдам тисе екен деймін да. Сол үшін жалпы осы бүкіл жаһандық, жалпы осы адамдарға әртүрлі кеңестерді ұсындым. Кеңестерді ұсынамын. Мысалы, ол пластиктарды, мысалы, қағазды қағазға, қоқыстарды қағазды қағазға осылай тіпті қайта өңдеуге өткізіп, әртүрлі сенбіліктерді ұйымдастырса деймін. Тіпті осылай бұл қысқаша жай ғана бір әрекет болса да, кішкене осы табиғатымызға оның пайдасы тисе деймін да. Және осы жұмысымды қорытындыласам, бұл Антарктида мұздары ол ерсе тек қана оның маңайындағы бір Нью-Йорк және тағы да басқа жерлерге тимей, оның жалпы Қазақстанға, жалпы тіршілік көзіне әсері бар, кері әсері бар. Мысалы, ол Антарктида мұздар ерітпесе, оның Қазақстанға тікелей әсері болады. Қазақстан су шайып кетуі мүмкін, Каспийдің тартылуы, су тапшылығы деген сияқты. Менде мынандай тағы сұрақ. Осы Антарктида мұздарының жаппай еруі бойынша қазір көптеген зерттеулер жүргізіліп жатыр. Кімдердің зерттеулерін қарастырдыңыз? Бұл жерде мен әртүрлі спутниктарды қарадым, мысалы NASA, EPIC деген сияқты, және тағы да басқалар. Жақсы.